Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сабақтың тақырыбы соғыс жылдарындағы Қазақстан. Сабақтың мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Дескрипторлар: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолданады. Соғыс жылдарындағы Қазақстан. 1942 жылы 22 маусым күні таңғы сағат 4 шамасында Германия әскері КСРО-ның батыс шекарасына басқыншылық шабуыл жасағаны тарихтан белгілі. Соғыс туралы хабар қазақ даласына тез тарады. Қазақстандық ұл-қыздар соғыстың алғашқы күндерінен-ақ қолдарына қару алды. Отан алдында парызын өтеуге өтінішін білдіріп, өз еркімен майдан даласына аттанды. Қазақстан экономикасын соғыс жағдайына бейімдеу шаралары қолға алынып, әскери бағытқа көшірілді. Бейбіт мақсатқа жұмсалатын қаржы мейлінше қысқартылып, көптеген кәсіпорындар қорғаныс өнімдерін шығара бастады. Республика бойынша 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың алғашқы кезеңінде 14 атқыштар және атты әскери дивизиясы 6 бригада құрылып, майданға жіберілді. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қырғызстаннан шақырылған жігіттерден 316 атқыштар дивизиясы құрылып, оның командирі болып генерал Панфилов тағайындалды. Ұлы Отан соғысы майдандарында қаза болған қазақстандықтар санына байланысты түрлі пікірлер бар. Кейінгі жылдарда мәліметтерге қарағанда, соғыстан оралмаған қазақстандықтар саны 601 мыңға дейін жетіп отыр. Оның 350 мыңнан астамы қазақтар. Оқушылар, енді бірінші тапсырма 142 бетте. Мәтінді оқып, мәтінге байланысты сұрақтар құрастырасыздар. Дескрипторлары: мәтін бойынша түсінгенін аңғартатын проблемалық сұрақтар құрастыру. Екінші тапсырма: берілген сөздерде қолдана отырып сөйлем құраңыз. Сөйлемнің ішінде адамның көңіл күйін білдіретін одағай сөздерді қолдану керек. Сөздер: батыр, шайқас, жау, жігіт, ерлік, атақ, жауынгер, қаһарман, үлес қосу, бейбіт, қару, майдан, жеңіс сөздер арқылы сөйлем құрастырасыздар. Оның ішінде одағай сөздер болуы қажет. Кері байланыс: білемін, білдім, білгім келеді. Үйге тапсырма 143 бет, 5 тапсырма.